Хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Көктем шығып, құрылыс алаңдарында қызу жұмыс басталып кетті. Ауылдардан жұмыс іздеп, қалаға ағылған жастардың көбісі осындай нысандарға жалданып пұл табуды көздейді. Солардың бірі оңтүстік қазақстандық Дәурен Сауытбеков болатын. Ол да қара жұмыстан қашпай қаржы тапқысы келген. Бірақ бұрын соңды тәжірибесі жоқ жігіт 8 метрлік биіктіктен құлап зақым алған. Оның қазіргі жай күйін біздің тілшілеріміз көзбен көріп қайтты. Дәуреннің мінезінен мен, сымбатынан сын, санасынан кемшілік көре алмайсыз. Жасқа үлгі, жасамысқа мақтаныш болып жүретін жөні бар еді. Бірақ бір ғана сәтсіз күн оның тағдырын талқандап, мына тар төсекке матап тастады. Әкесінің алыс жолға аттанар алдындағы Дәуренмен сөйлескен соңғы әңгімесі есінде. Астана салына бастаған екен, балдармен бірге жұмысқа барам папа. Кейін оқуымның ақшасын табамын. Енді барам деген екен, мен енді өз қатарлар кетіп бара жатқан екен. Барсын дедім. Барғанмен бағы жанбады, жолы болмады. Ірі құрылыс компаниясына жұмыс істеп жүрген кезде жас бала жазатайым 8 метр биіктіктен құлап кетеді. Майдың 22-сіне травма алдым, содан бері 6 жылдай болып қалды жатқаным. 8 метрден 2 қабаттан соң жерге желкенмен қадалып қалғам. Жас баланың өтініші өкінішке ұласатынын қайран әке ол кезде қайдан білсін. Дәуреннің өмірі қыл үстінде тұрғанын естігенде жаны кеудесінен шығып кете жаздапты. Ол кезде баласы мына жас шыбықтай еді. Қабырғасы қатпаған, сынуы тез. Хабар келді. Балаңыз Астанада құлапты. Құлапты деген екен, биіктен құлапты деген сөзі ясына қойып. Өлді, майт болды. Екеуінің біреуі. Соң бардым. Барсам бұл ауыр халде жатыр екен. Өзі сөйлеуді енді. Содан бері 6 жаз 6 қыс өтті. Дәуреннің қаншама қатарластары үйленіп, қаншама сәби дүниеге келді. Бұл да семья болғысы келеді. Мен де соларды көріп жылағым келді. Бір семья бол. Менің де барам осындай болса екен деп жылағым келді. Ішімнен сындым. Өзім жалғыз барам пешенемде. Қазір аяқ қимылдамаған екен, ондай жүр жайлап, үмітіңді өше береді, сөне береді. Тек қана менде енді осы мойында причина жұлын дейді, омыртқаң жарылған дейді. Білмеймін енді не болатын. Сенімнің сейілі, үміттің сөне бастауына себеп те жоқ емес. Осы күнге дейін Дәуреннің өз елімізде емделмеген жері, көрінбеген дәрігері жоқ. Алыс жерге баратын қаражатымыз жоқ. Жан-жаққа апарып бардым, оған еш нәтиже шығып жатқан жоқ балалар. Ешқайсы ештеңе айтпайды ашып. Уақыт емші дейді, уақыт емші болғанмен уже 6 жылдан асып кетті. Отыра алмаймын, тұра алмаймын, сол жатқан былай. Біреу арқылы коляскаға отырғызып, көтеріп, так өзім отыру, ондай ештеңе жоқ. Сол біздің үміттеніп отқанымыз бұл жаңағы шетелге барғанда сол операция жасап аяғын басып кетеме деген үміттеміз ғой. Енді жылдан жылға жата берген сайын аяқ қолда солылды. Аяқ қол солған екен, ол ештеңеге жарамай қалады. Енді әттеген ай дейін операция жасаса, неужели болмайды екен, өкпе жүректі ауыстырып атқанда деп ойлаймын да. Айтам, қолымнан келмейді ғой. Қоям. Жеті қазынаның бірі ит болса, Дәуреннің қазір жалғыз досы осы жануар. Бірақ бүгін ол да көңілсіз көрінеді. Себебі жақсы көретін үй иесі далаға шықпағанына көп болды. Байлай шығамын ғой. Қанша аяқпен жүргенге жетпейді ғой, коляскаға коляска. Оның отырғанда да өз бір түрлі сезімде боласың. Көңіл күйің түсіп кетеді отырғанда. Жұртты көресің, көшеде жүргенде. Содан көп шыққым келмейді. Өкініш өзегіңді өртейді деп, өкінгеннен қазір ештеңе не алмаймын. Құдай сақтасын, жайлап болады деп өз-өзіме сабыр сақтап қоямын. 1 жыл, 2 жыл адам бұндай неге төзу қиын.
жүріп келіп уже бірдесін жүре алмай қалған. Вообще қиын болады деген психология жағдайда. Нервштетесің, болмайтын сөзге айқайлайсың, қолың түскен лақтыра бересің. Ештеңе жегің келмей, аппетит, тамақ деген жегің келмейді 1-2 жылға ішінде. Одан кейінгі бірнеше жыл көп ойланды. Ескі күндерді есіне алып, қызықты сәттерді қызыға елестетті. Өкінді, өкпеледі. 21 жас деген нағыз қызықты жастар ғой. Ол жастың бәрі енді өкінішім өтті де кетті ғой. Сынақ шығар деп отырмын ғой енді жатқанымызда. Бірақ әлде де қорқасың, шынын айтқанда көбісі кетіп қалып жатқандар да бар қазір. Соны естіген кезде қорқып жылағым келіп кетеді кейде. Өмір деген тәтті екен ғой, енді ғана қазір алдында білмейсің онша ше. Ана біреуге үйлесіп кетесің, есте бұзықсыздық істеп кетесің ғой, ал қазір жатқаннан кейін қадірін білесің. Жасы келген ата-ана үнемі ой үстінде жүреді. Соңғы кездері үйдегі суық мұң, соқыр тыныштықтан мезі болса керек, далада көп отырады. Құдды бір баласына көмекке келетін адамды күтетіндей. Достары іздеп келер деп үміт ететіндей. Бірақ әдеттегідей, олардың ортадан оңашаланып қалған үйлеріне ешкім келген жоқ. Ауырғаннан кейін ұмыт болады екен ғой. Достың қадірін ауырғанда білесің деп. Достар деген ұмытты ғой, ауырғаннан кейін кім керек дост деген қазір. Дос деген қарамайды ғой, ауырған екен. Сау болсаң қарайды досқа, сәлемға. Бірақ Дәурен жақсы адамдардан көңілі қалған жоқ. Сенімін әлі де жоғалтпақ емес. Көріп отырмын бағдарламады, кеше көрдім енді. Кеше біраз үмітім оянған сияқты көрдім. Біраз адамдар келіп, не қылып отқандарды емделіп, қаражат бөлінгендерді айтып отқандар. Атақ алдында үмітімді үзгем негізі, кейіннен жайлап жиынып қой, өмір сүрейік, жұтта бар, біз сияқты адам бар дегендей. Құдайға шүкір сөйлеп тұрып, басымы заман, миым заман әйтеуір. Намысшыл Дәурен ешқашан біреуге қол жайып көрген емес. Ерте бастан еңбекке араласа бастағаны да сол еді. Ал қазір өзіне ғана қарап отырған әке-шеше үшін қалың халықтан көмек сұрауға мәжбүр. Әке-шешем мен құлағаннан бері жұмыс істемейді. Шешем пенсияға, әкем қарайды, екеуі қарап осы үйде. Ата ешкім жұмыс істемейді. Пенсиясына қарап отырды. Бірақ істесек болмай жатыр. Ер азаматқа қазір жұмыс жоқ, әйел баласына да жұмыс жоқ қазір. Жұмысқа барсақ мынаға кім қарайды, біз барамаймыз еш жаққа. Біреуміз шықса, біреуміз қараймыз. Үлкен дәртке отырып, кіші дәртке кататормен отырып. Жалғыз бала болғаннан кейін ертең мен мысалы өліп қалсам, бұл кімге қалады? Ел қатарында тұрған үй кімге қалады? Құр кесек болып қаламын. Дәуреннің де басты арманы шаңырақтың шырағын сөндірме, қарт ата-анасын қас дұшпанға күлкі қылмай, уайымсыз қартаюларына жағдай жасау. Отбасын құрып, оларға немере сүйгізу. Үйленіп, бала-шаға болсам деп отырсың ғой, бірінші арман. Әке-шешемді қуансам деп. Кейіннен өзім сияқты балдарға біраз қолымнан келгенше жәрдем берсем деп. Халқыма сеніп отырмын, жәрдем беретін шығар деп. Қытайға барып келсем деп, аяқтан тұрсам деген ой бар. Сол үмітсіз жайдан енді осыдан да бір үміттенемін. Басқа жерден үміттеніп отырмын, бірақ ештеңеден пайда болмады енді, сонда айтсам, ол Қазақстаннан. Қазіргі болжам бойынша Дәуреннің еміне қажетті қаражат 3 миллион теңгені құрайды. Оқыс оқиғадан зардап шегіп, күдерін үзбей жатқан жігіт аяққа тұрып қатарға қосылса дейміз. Экранда көрсетілген есепшотты жазып үлгермесеңіз, редакция телефондарына хабарласып, толық мағлұмат алуға болады. Жүректерде үміт оты сөнбей, жақындарымыздан жан жылуымызды аямайық. Ізгілік нұрың